Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Сіздерге бүгін өте оңай әрі тез дайын болатын осындай дәмді кекстің рецептімен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса комментарий қалдырыңыздар және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Видеоны соңына дейін көру арқылы кекстің жасалуын көре алатын боласыздар. Бізге қажет болады сары май, комнатный температурада еріп тұрған, сүт қажет болады, шекер, разрыхитель және де тұз, ұн және 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаны жарып, үстіне шекерді саламын. Жақсылап миксерлеп аламын. Шекері ерігенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді сары майды салдым. Сүтті құямын. Жақсылап миксерлеймін тағы да. Енді үстіне өзімізге керек мөлшердегі ұнды қосамыз. Және де разрыхитель мен тұзды қосамын. Ұнның аз бөлігін алып қалдым. Қазір егер қажет болса, қосып жіберетін боламын. Аздап бір қасықтай ұн қосып жібердім. Тесто қатты қою да, сұйық та болмау керек. Біздің массамыз дайын болды. Массаның тығыздығын қараңыздар. Мен бұл кекске арнайы осындай капсула ыдыс қолданатын боламын. Бұны кондитерлік дүкеннен алсаңыздар болады, немесе өздеріңіздің үйлеріңізде бар кез келген формада немесе кез келген кекс пісіретін ыдыста пісірсеңіздер болады. Бұл кекске бір жақсы бетіне крем құйып капкейки жасасаңыздар да болады. Енді барлығына 1,5 қасықтан құйып шығамын. Енді кексті құйғаннан кейін беті осылай болып тұрады. Оны жақсылап столға ұшыраңыздар осылай. Беті бір тегіс болып шығады. Сонда піскен кезде бір шеті биік, бір шеті төмен болып қалмайды. Барлығын осылай бір келкі ұрып шығамыз столға. Қараңыздар, екеуінің разницасын. Кексті арнайы противенге салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне кексіміз дайын болды. Әсемдік үшін бетіне сахарный пудра сеуіп жатырмын. Өте дәмді кекс. Сіздерге біреуінің үшін көрсетейін ашып. Жұмсақтығын қараңыздар. Өте әдемі, нәзік болып тұр. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар.